Сәлеметсіздер ме, қадірлі көрермендер? Каналымызға жазылып лайк басып кетіңізші. Видео жайында өз пікіріңізді жазыңызшы. Диана Скатованың тегі не себепті Скатова екенін білесіздер ме? Ол осы жайында журналист Аман Тасығанға айтқан болатын. Диананың өзі тегіне байланысты былай дейді. Барлығын осы сұрақ қызықтырады. Өйткені атың да қазақтық емес, тегің де қазақтық емес. Сен кімсің? Ұлтың қандай? Түрің де ұқсамайды қазаққа деп. Менің атамның есімі Ысқақ болған кезінде. Негізі мен Ысқақова болуым керек. Бірақ ол кездегі совет үкіметі бұрмалау болды, орыстандыру саясаты болды. Содан кейін Скатова болып кеттік. Әулетімізде Скаковтар әулеті болғаннан кейін, қазір енді ешқайсымыз өзгерткен жоқпыз. Барлығымыз Скатов болып кеттік. Скат әуежайына ешқандай қатысым жоқ. Менікі емес. Ағамдікі, әкемдікі, атамдікі де емес. Ұлтым таза қазақ 100%. Негізі көбісі айтып жатады, Қытайға, кәріс қыздарына келесің көзің деп. Бірақ ондай ешқандай шатыс, басқа қан жоқ. Қазақпын шүкір, деді Диана Скатова.